Физика табиғат заңдылығын зерттейтін ғылым. Бұнда физикалық денелер мен физикалық құбылыстар қарастырылады. Олардың өзара байланысы, заңдылығы, себебі зерттеледі. Физикалық денеге адамды жатқызуға болады, жер ғаламшарын жатқызуға болады, жеміс-жидек, велосипед, шәйнек, мотоцикл, стол, үй барлығы да физика денелер болып табылады. Ал денелер физикалық заттардан жасалады. Заттарға мысалы алюминий, әйнек, ағаш, тағы басқасын атап айтуға болады. Ал физикалық құбылыстарға механикалық құбылыс айтуға болады. Мысалы спортшының жүгіруі, дыбыс толқындарын айтуға болады. Жылу құбылыс айтуға болады. Мысалы қардың еруі, мұздың еруі, электр құбылыстары, шамның жануы, оптикалық заңдылық, оптикалық құбылыстар, яғни жарықтың айнаға қарауы, магнит құбылыстары, мысалға компас. Осылардың барлығын зерттейтін физика ғылымы. Осыларды қорыта келе, физика табиғи құбылыстарын зерттеуде кең тараған үш әдісті қарастырады. Ол бақылау, эксперимент және теориялық талдау. Бақылау қандай құбылыс жүріп жатыр деген сұрақ қояды. Эксперимент қалай жүріп жатыр? Ал теориялық талдау неге бұлай жүріп жатыр деген сұрақтар қояды. Жалпы эксперимент физиканың ең басты зерттеу әдісі болып табылады. Эксперимент арқылы атақты Гук заңы, Архимед заңы және басқа да заңдар ашылды. Сонымен қатар гипотеза туралы айтайық. Гипотеза қазақша болжам, ғылыми деректер негізінде ұсынылған болжам. Ал физикалық теория физикалық құбылыстарды, олардың өзара байланыстарын түсіндіретін жүйелі білім болып табылады.